Қыздар, енді мұқият қараңыздар. Біз үшінші қатарды тоқып біттік та, мінекей соединять еттік, біріктірдік. Енді әрі қарай бізде төртінші қатар басталу керек. Ол төртінші қатарда біз мысалға мынадан бері тоқыған кезімізде мынау үстінде тұрған мына петляларға тоқитын едік қой, столбики без накида, иә? Енді осы петлялардың астынан тоқитын боламыз. Орап тоқитындайық ше. Қазір көрсетемін қалай болатынын. Мінекей. Мынадан енді сәл көрінбеуі мүмкін. Мысалға біз қазір мына жерден тоқуымыз керек қой. Воздушный петля алмаймыз төртінші қатарда. Бірден соединять еткеннен кейін осы соединять етілгеннің астына қараңыздар, соединять етіліп тұр. Осы петляның астыңғы жағына, яғни анау екінші қатар бар ғой, сол екінші қатардың петляларына тоқитын боламыз. Столбики без накида. Мінекей екінші қатарға барып, мінекей бір шығарып алдық та, бір петля тоқыдық. Енді келесі қарасаңыздар, мінекей мына петля, біз бұл петляға емес, соның астына тоқимыз. Яғни анау екінші петляның бастауына, екінші қатардың бастауына тоқимыз. Шығарып алдық та, тоқып жібердік. Тағы да мына жерге біз тоқуымыз керек қой, осы жерден тоқуымыз керек қой петляны. Мінекей мынадан. Одан емес, біз мына астына тоқимыз. Астына болғанда мына жерден көрінбей тұрғанын қарашы. Қазір мен келесі қатарда көрсетемін, сода уже мына неден шыққаннан кейін анық көрінеді. Мін тұр. Мына петля емес, соның астына, яғни екінші қатардың бастауына тоқимыз. Сонда біз мына үшінші қатарды айналдырып, мінекей орап тоқып атқан сияқты болып жатырмыз ғой. Тура осылай қыздар. Қатардың соңына дейін тоқисыздар да, қатардың соңына келген кезде мына жердегі жаңағы бастаған ең бірінші петлямен біріктіреміз, соединять етеміз. Осылайша қыздар. Мына петляның астына, петляға емес, осының астына. Мынаған емес, мынаның астына кіргіземіз да, крючокты осылай петля тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін өздеріңіз жалғастырыңыздар. Әрі қарай оңай болады, мінекей уже көрініп тұр. Міне, сіз алдық қой, келесіде мінекей мынау осылайынан астынан кете береді.